Ассалаумағалейкум достар, барлықтарына үлкен рахмет айтамын. Өте керемет активность көрсетіп жатсыздар. Бір күнде 5000, 8000 лайк жинап жатсыздар. От души осы активностьтан қалмаңыздар. Енді мен сіздерге қазір подписчикті прокачкаға қалай таңдадым, соны көрсететін боламын. Прокачкаға подписчикті мен соңғы видеода кім лайк басып, каналға тіркеліп комментарий жазып кетті, сол комментарий арқылы таңдадым. Осындай Лиза Найер деген сайт бар, яғни бұл жерде каналға тіркелген, лайк басқан, комментарий жазған адамдардың ішінен рандом таңдайтын болады. Осы сайтқа кіріп қазір таңдайтын боламын. Өздерің көріп тұрғаныңыздар, IMBot деген осындай қолданушы ұтып алды. Осы балаға қазір прокачка жасайтын боламын. Достар, келесі прокачкаға қатысу үшін осы видеоға 8000 лайк жинаймыз, лайк басамыз, комментарий жазып, каналға тіркеліп кетеміз. Сол комментарийдің ішінен таңдайтын боламын. 8000 лайктан кейін прокачка немесе видео шығатын болады. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Әділ, және де подписчигім. Сәлем достар, сіздермен бірге мен Мүбәрак. Жасым 13-те. Мен Казгеймердің прокачкасына қалай түстім десеңіздер, мен лайк басып, арнаға жазылып, комментарий жаздым. Өзім Ақмола облысынан боламын. Я достар, бүгін міне бізде подписчикка прокачка болады. Барлықтарын айтқан болатын, соңғы видеода егер лайк саны жиналса, подписчикка таңдайым деп, бүгін Мүбәрак деген осы подписчигіміз ұтып алып, комментарий жазып, видеоның басында көрсетіп кеттім ғой, бәрі солай болды. Короче, 2000 кристалға бүгін прокачка болады. Мүбәрак, айта бер, неден бастаймыз? Не керек аккаунт? Енді новый джекпот шықты дейді, Я, новый джекпот шықты. Соған кірейік. Легендарный джекпот ашамыз ба? Иә. Аха, кеттік. 80-нен ашамыз ба, или что? 80-нен бір рет ашып көрейік. Давай, кеттік бас. Оп. Мен увеличение шанс басып қойдым бар ғой. Ё-майо. 80-ге. Мен мынаны бірінші рет ашып тұрмын бар негізі. Я 80 кристалға. Купон оружейіне түсті. Жарайды. Онда оружейні неге лутбоксарға кіреміз? Оружейні лутбокс ашамыз да. Иә. Кеттік ал, оружейні джекпоттарды түрі жіберейік. Қайсынан бастаймыз ал айта бер. Лиловый ужас, драбаш. Лиловый ужас. Лиловый ужас. Жалғастырамын достар, қазір бір лиловый ужас ашатын боламыз. Саған драбаш кода керегі. Драбашты түріп көретін боламыз. Нешене ашамыз? 10-нан. 10-нан. Давай сразу. Басында біреуін ашып жүрек, біреуден. Разогрев қасы. Оп, оп. 3 күн, 7 күн. Навсегда жоқ пока. Жарайды. Нормально. Всегда жарайды. 10 аштың ғой, иә? 2-3 күнде ашу керек, 10-нан керемес. Қанша кристалл қалды? 1500 кристалым бар. 1500. Онда подлый клоун ашық, М40. М40 керек. Жалғастырамыз, подлый клоунды ашатын боламыз. М40 кода саған тиме керек. 5. Ал 5-еуін ашып көрек ал. Подписчиктің айтуы бойынша ашып отырмын ал. 24 сағат, 3 күн 7 күн түскен жоқ. Жарайды. Қанша кристалымыз қалды сонымен? 1336. Yok. Сен не өзің қандай заттар алуға болады деп ойлайсың? Өзім біл, саған қандайға скен керек, соны ашып көр. Түріп көрейік енді. Түсе, түспесе түспейді. Или киім алып ал, егер киім керек болатса. Киім жетеді. Лиловый ужастан тағы ашып көрші. Онда 5 емес, қақөз асықпай ашайықшы. Жалғастырамыз, қазір лиловый ужас жасатын боламыз. Бір скин болсын түріп көретін боламыз. Ендеше кеттік, оған негізі драбаш керек екен. Басында 3-ден ашайын. Оп. Скен жоқ әзірге, 2-ден. Скен жоқ. 3 күн. Короче, опа түсті. Лиловый ужас EMP түсті. Ну, бір скин уже түсірдік. Нормально. Тағы да аша береміз, ә? Да, ашамыз. Лиловый ужас керек маған. Лиловый ужас, короче, 1000 кристалл қалғанша ашып кет. 4 сағат. 1000 кристаллға ма? Жоқ, 1000 кристалл қалғанша. Последний 180-ге не? Инкубатор ашып тұршы, инкубатор 2 рет. Все, сенде 1011 кристалл қалды. Инкубатор дейсің бе? 2 рет. 180-мен.
Давай. Кеттік, ал 180 болса 180. Басып қалайын ба, или баспайын ба? Басқа. Басқан тезірек. О, шай. Не керек емес, не 180 ашып, бір-бірден ашу керек, жайлап бір-бірден 180 дейді. Давай. Аккуратно бір-бірден ашу керек. Түспей жатыр. Вообще түспейді, вообще не. А, 3 попыткамыз қалды. Жоқ. Ема? Давай, соңғы попытка ал. Давай. О, бір коммент түстірдік, ё-майо. Қиын болды ғой. Чё-то түспейді сенің аккаунтың қиын кішкене. Ал 631 кристалың қалды, не ашасың, айта бер. 631 ма? Так, ойланайық. Драбаштылайық та, жинейік. Тағы драбаш па? Лиловый ма? Иә. Кеттік. Сол керек. До Қатты керек. До конца добить етпейміз әлі лиловыйға. Дай. 200-ге дейін, добить етейік 200-ге дейін. Давай, кеттік. 200. Қазір тұрып көреміз онда. Хоп. 24 сағат. 24. Ой, неге түспей жатыр, а? 24. Давай, түс. Давай, соңғы біреу қалды. Давай! Ай, түспейді, жемал, новый. Түспей жатыр, 206 кристалл қалды. Майы. Қанша? 206. 206. Импидісте. Не ашамыз, айта бер. Ойланайын. Событие нешінші жығы? Событияда дым жоқ. Өкінішке орай. Кеше жасауым керек, прокач инкубаторға не болғанда. Кит болғанда. Инкубатор тоқтыда бітетсе болушы. Таксың, өзім ойланып кеттің өсіпті. Андай, қандай скиммен ойнаған көл жүр, соларға ашып керек скимдарға. 2-3 күн болсын қайта. Ойнап жүр. Маған инкубаторға ұнап жүр да. Камин ба, кайры. Да бітетсеміз де. 40-40-тан. Кеттік ба? Да. Саған бір чертеж керек қой да? А? Саған бір чертеж керек қой да? Иә. Кеттік ал, бір чертеж тұрып көрейікші. Ай, вообще түспей жатыр неге? Что-то не везет. Давай! Накан что-то. Ема! Түсетін жерден асып кетіп тұр ғой, прикинь. Ема! Соңғы попытка алып, кеттік ал. Давай түші. Ема! Түспейді, прикинь. Медал асық эксплора. Құттай қалды, осыдан кейін болғаны түсетін еді. 2 рет солық болды. 6 кристалл болды. Достар, осымен прокачка аяқталды. Бірақ ондай мықты прокачка болды айта алмаймын, себебі тек біздер қазір оружиедан лиловый 42 күнге бар. Ё-майо, 42 күнге. Сосын тағы не аштық біздер. UMP бірақ тұрдық навсегда. Скорострельный тоже нормальный UMP. Сосын тағы не бар. М14 32 күнге, бір айға бар. Скар тоже 44 күнге бар. Жаман емес, просто скорострельный скар. Содан кейін жаңа скин бар ғой, подлый клоун скорострельный, ол бізде 23 сағатқа түсті. Сосын қалғандары енді аниме бір күн солай түсті. Сосын бізде XM подлый клоун 13 күнге бар, 13 күнге. Осындай болды. Сосын неден инкубатордан бір коммент түсірдік, білмеймін, что-то жол болмады, өздерің көрдіңдер ғой, аштық, бірақ что-то түспеді. Достар, осымен прокачка аяқталып. Прокачка қатысқыларың келсе, осы видеоға лайк басамыз, комментарий жазамыз. Осы видеоға 8000 лайк жиналған кезде келесі видео немесе прокачка шатын болады, сондықтан лайк басыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Адыл, және де подписчигім Мүбәрак. Сау болыңыздар. Все.